Жақында Джефф Безостың мынандай интервьюін тыңдап қалдым да, содан кейін өмірдегі әр шешімді дәл осы призма арқылы қарастыратын болдым. Ол айтып жатыр да, екі түрлі өмірдің таңдауы бар. Біріншісі, сен жай ғана баяу өмір сүресің, ешқандай риск жасамайсың, солай өмір сүресің да. Екіншісі, өмірің шытырманға толы болады, риск жасайсың, қандай армандарың болды, соны орындауға тырысасың, орындау үшін барлығын жасайсың. Мейлі орындамай қой, ол маңызды емес. Кейін бір 80-90 жасқа бұйырса, Алла қаласа, сол жасқа жеткен кезде қай өміріңді мақтан тұтатын едің дейді да. Сол сөз менің мына жүрегімде қалып қалды. Сондықтан қазір мен өмірде әрбір шешім қабылдайтын кезде, немесе жай ғана бір жата салсам ба әлде істемей қойсам ба деген кезде ойыма бірден сап ете қалады да, 80-90 жасқа барғанда қандай шешімді мен мақтан тұтар едім. Әрине, кейбір шешімдерімді жасап, мен сәтсіздікке ұшырауым мүмкін, бірақ мен сол бір қартайған жасымда сәтсіздікке ұшырасам да, сол шешімді қорықпай жасағаным үшін мақтанатын сияқтымын. Сіздер де мүмкін мақтанарсыздар, қорықпаңыздар.